Қазіргі күнде өздерін кітап иелеріміз деп жүргендерде Алланың жіберген жазбасынан ештеңе қалмаған. Олар Алланың сөзі деп жүрген Інжіл мен Тордың өзі де түбірін жоғатып бұрмаланып кеткен. Екінші дәрежедегі жазбалары да қалмаған. Яғни Мұса пайғамбар, Иса пайғамбардың айтқан өсиеттері хадис ретінде сақталмаған. Оларда бары пайғамбарларының өмір баяны ғана. Және де оны олар бірінші дәрежедегі жазбаға жатқызады. Ал біз мұсылмандар сираны, яғни пайғамбарымыздың өмір баянын үшінші дәрежеге қоямыз. Олардың туралық жағынан бірінші дәрежеге қойғандары біздің үшінші дәрежемізге сәйкес келеді. Иә, олардың жоғарғысы біздің төменгіміз. Оларда Құран жоқ, хадис жоқ. Құран деп оларға Алладан түскен жазбаларды айтамыз. Ескіде Алладан түскен жазбаның бәрін Құран деп айтқан. Құран арабшадан аударғанда көп оқылатын деген мағынаны білдіреді. Демек, Інжіл, Тор, Забур, Алладан түскеннің барлығы Құран болған. Яғни көп оқылатын жазба. Оларда осы жазбалардың түбірінен ештеңе қалмаған. Алланың тыйым салғаны, рұқсат бергені, пайғамбарлардың Алладан жеткізгендері де сақталмаған. Оларда тек сира ғана қалған. Яғни, Мұса пайғамбар мынадай нәрселер жасаған, мыналарға тыйым салған, не болмаса, Иса мен Дәуд пайғамбардың өмірінен болған оқиғалар деген сияқты. Олардың жазбаларында әртүрлі ғасырлар мен замандар кезіндегі жағдайлар баяндалған. Біз сенетін түп нұсқадағы Тор жазбасы Алладан Мұса пайғамбарға түскен. Торда Дәуд пен Сүлеймен пайғамбардың өмірлерінен үзінділер болуы мүмкін емес. Неге? Өйткені ол екі пайғамбар Мұса алейхиссаламнан бірнеше ғасыр кейін өмір сүрген. Ал бүгін олардың қолындағы Торда Дәуд пен Сүлеймен пайғамбарлардың өмірлері жазылған. Бұл жағдай Тордың түп нұсқасы сақталмағандығына дәлел. Олар осы әңгімелерді айта келе, діннің нормалары мен дінге қатысты ғылымды ұмытқан. Наным мен сенімге қатыстының барлығын жоғатып алған. Ибн Хазм Алланың оған шапағаты болсын айтады, Иса алейхиссаламға Алладан жіберілген құқықтық нормалардан оларда қалғаны көп әйелдікке тыйым салу ғана. Одан басқа оларда ешқандай нормалар сақталмаған. Олардың Аллаға сыйынулары да Иса алейхиссаламның сыйынғанындай емес. Олардың тыйым деп сақтанып ұстанатындары Иса алейхиссаламның ұстанғандарынан емес. Рұқсат деп жеткізгендері де сақталмаған. Құранда айтады, Иса алейхиссалам тыйым салғандарынан ештеңе сақталмаған. Өйткені олар өздерін мағынасы жоқ білімге арнаған. Мағыналы, пайдалы білімді тастап кеткен. Олар саналарын тек өткен тарихтарға ғана арнаған. Соларды ғана оқып сақтаған. Мынадай сұрақ туындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің кезінде Тордың біраз үкімдері Құранмен сәйкес келеді. Демек, Тор сақталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің кезінде Тор толықтай бұрмаланбаған еді. Тор кейіннен бұрмаланған. Пайғамбарымызға ерегісіп те иудейлер Тордың біраз жерін өзгерткен. Алла Құранда айтады, олар өз жазбаларын Алладан дейді. Шынында ол Алладан емес. Олар Алланың сөзін біле тұра бұрмалайды. Алайда олардың қолында Тордың түп нұсқасы болған, бірақ бүгінгі күнге сақталып жетпеген. Қазіргі христиандардың Інжіл деп жүрген кітаптары Мәриям ұлы Иса алейхиссаламға түскен Інжіл емес. Матвейден, Лұқманнан жеткен Евангелияның барлығы Алладан емес. Барлық түп нұсқа жоғалған. Өйткені олар өздеріне керегін ғана алып, бұрмалап отырған. Сол себепті ол жазбаларда логика қалмаған. Біз мұсылмандар қазіргі күнде қолда барымызды дұрыс сақтап қадірлеп, кейінгі ұрпаққа дұрыс жеткізіп отыруымыз керек. Қалай намаз оқуымыз керек, ораза ұстауымыз керек, зекет кімге парыз, қажылық қалай орындалады, неге тыйым салынған, не нәрсеге рұқсат деген сияқты. Мұның бәрін біз Құраннан, сүннеттерден аламыз. Өйткені мұның бәрін тәжірибе жүзінде қолданамыз. Ал христиандар мұның бәрін жоғатқан. Олар өздерін тарихта оқумен жүктеп тастаған.
Құранда тарих туралы айтады, бірақ Құранның тарихты баяндауы ерекше. Юсуф пайғамбардың қиссасы, Мұса пайғамбар болсын, Иса алейхиссалам болсын, ол оқиғалардың түпкі мақсаты тәлім беру. Алланың құдіреті мен шексіз мейірімін таныту. Құрандағы баяндалған тарихтардың мақсаты осындай. Ол тарихтың барлығы иманды күшейтеді, Аллаға деген махаббатты арттырады, үміт сыйлайды, мотивациялайды. Сондықтан Құраннан оқыған әрбір оқиға сенің өміріңнен белгілі бір мән табады. Сенің өміріңде тура сол оқиғаларға ұқсас оқиғалар орын алады. Ондай оқиғалар көп. Мысалы, Иблис пен Адам алейхиссаламның оқиғасы. Сен күнделікті шайтанның уәсуәсімен күресесің. Күнделікті соғыстасың. Өйткені Иблис Адам алейхиссаламмен ғана жау емес, оның бүкіл ұрпағымен жау. Әрбір сәт сайын оның жауластығы арта береді. Оған Алланың айтқандары есіңізде болсын. Расында оған ақыр заманға дейін уақыт берілді, яғни сұр үрленгенге дейін. Ол сол күнге дейін жауласуын бір сәтке де тоқтатпайды. Ол әрқашан бізге қас болады, ақыр заманға дейін. Құранда тағы да Мұса пайғамбар мен Пирғауынның оқиғасы көп айтылады. Бұл зұлымдықтың оқиғасы. Зұлымдықпен біз қазіргі кезде көп кезгеміз. Ғалымдарымыз айтады, зұлымдық 5 негізден тұрады. Біріншіден, ол зұлым басшы, өзін өзі құдай деп санаған. Оның қатарында Пирғауын да бар. Екіншіден, сол басшының 200 қызметкерлері. Зұлым басшының барлық қалауларын ештеңеге қарамастан іске асырып отырған. Пирғауынның ондай көмекшісі Хаман болған. Үшіншіден, сол басшыға көмектесетін байдәулетті абыройлы адам. Ондай адам Харун болған. Төртіншіден, сол зұлым басшыға көмек беретін ғалымдар. Пирғауынның ондай көмекшілері сиқыршылары болған. Исламды қабылдағанға дейін. Бірақ біз ол сиқыршыларды мұсылмандықты түбінде қабылдаған себепті оларға жақсы ниетте қарауымыз керек. Бесіншіден, сол басшының зұлымдығын қоғамға таратушылар. Қазіргі сөзбен айтқанда СМИ. Зұлымдықты дәріптеп, баяндап үгіттеушілер. Пирғауынның ондай көмекшілері жазушылары болған. Олар шындықты жасырып, зұлымдықты асыра жеткізіп айтып отырған. Енді қараңыздар. Олар Пирғауынның сиқыршылары мен Мұса алейхиссаламның сынасуында тек сиқыршылардың жеңісін жарнамалаған. Бұл зұлымдықтың 5 негізі барлық заманға қатысты. Барлық заманда зұлым патшаны да, 200 қызметкерлерді де, өз дінін сатқан дін қызметшісін де, шындықпен шайқасып, өтірікті тарататын журналистерді де таба аласың. Пирғауынның заманындағыны сен бүгінде көр аласың. Бірақ біл, мұның барлығы Алланың құзырында бақылауда. Енді қараңыз, Алланың Пирғауын мен оның еліне деген шешімі қандай болды? Алла айтады, ал біздің қалауымыз Мысыр жерінде әбден қорлық көріп, жапа шеккен қауымға шарапатымызды тигізіп, оларды залымдардан құтқарып, өзге ел жұртқа жан-жақты үлгі болатын көсем ел етіп, араларынан елді тура жолға бастайтын жолбасшылар шығару. Сондай-ақ оларды құтты мекенге мұрагер қылу. Құранда Фатиха мен Нас сүресінің арасында қандай аят оқысаңыз да, ол жағдайларды өз өміріңізде кездестіресіз. Әрбір оқиғаны сіз өз заманыңызда табасыз. Сол себепті Құрандағы әрбір оқиға біздің білімімізді арттырады, иманымызды күшейтеді. Алланың мейіріміне үміттендіріп, оған деген махаббатымызды көбейтеді. Аллаға деген сеніміміз біздің сынақтардан сүрінбей өтуімізге кепіл. Біздің жазбамен бізге дейін келген жазбалардың айырмашылығы осындай.